Сәлем баршаңызға. Бүгін біз ең керемет, ең дәмді ыстық тағам түрін жасаймыз. Ол үшін бізге ет керек. Қалауыңызша турап, жуа қосып, приправа, тұз, бұрыш қосып, араластырып, қуырып, қуырдақ жасаймыз. Соя құйып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Келесі кішкентай картошкалардың 10 шақтысын суға жуып салып, 20 минут қайнатып аламыз. Дайын болған картошканы суытып, қабығын ашып, бір ыдысқа приправа, паприка, тұз, бұрыш, 2 ас қасық сұйық май құйып, қолымызбен ұстамай, дәл осы ретпен араластырып аламыз. Мінекей осылай картошкаларды жақсылап тұрып араластырып алып, картошкаларды табаға осылай пергамент қағазға араларын ашып саламыз. 220 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз картошкаларымызды. Енді қамырдың ішіне салынатын начинка дайындаймыз. Ол үшін 4 штук картошка, 2 штук морковты суға салып 15 минут пісіріп аламыз. Қабығын ашып, 4 бұрыштап бір ыдысқа саламыз. Көк жуа қосамыз, қалауыңызша перец те қосуыңызға болады. Және де оған тұз, бұрыш, және де 2 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз, барлығын жақсылап тұрып. Міне осылайша начинкамыз дайын болды. Енді біздер қамыр жасаймыз. Ол үшін бізге ұн 400 грамдай және де тұз, шымшым, су қосып, араластырып отырып жұмсақ қамыр жасаймыз. Осылайша жұмсақ қамырымызды табамыздың астына 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Содан соң алып, бетін пищевой пленкамен орап, тағы да енді қамырымызды осылай жаямыз. Бірдей етіп, қалыңдай емес, жұқадай емес қылып жайып аламыз. Содан соң мұқият қарап алыңыздар, міне ұзынша етіп кесіп алып, және де оның ортасынан 2-ге немесе 3-ге бөліп аламыз. Қамырымыздың бәрі бірдей болу үшін 2 шетінен кесіп аламыз. Енді міне қамырымызға ішіне начинкасын салып, бір бүктеп, көріп тұрғандарыңыздай мен бірнеше рет қайталап істеп жатырмын. Гүл қыламыз. Күттай шетін жабыстырып жіберіп, қайта осындай гүл начинкасымен дайындалады қамырымыз. Бұл қамырымызды гүл орама деп атаймыз. Мінекей гүл орамамыз дайын болды. Енді бізге мантаваркаға бір листін майлап алып, осылай гүл орамамызды салып, 20 минуттай буға пісіріп аламыз. Дайын болған ыстық тағамдарымызды осылайша ортасына қуырдақ, картошка және де орама нанымызды салып, әсемдедім. Ас болсын, сіздер жасап көріңіз.